Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздерге видео түсіруге уақытым болмады, сондықтан жасаған заказымды ауызба-ауыз қалай жасалу жолын түсіндіріп өтейін. Бұл бізде логопед мұғалімінің балабақшаға берген заказы, жол жүрісіне қатысты сабаққа арналған фетрден жасалған көрнекілік. Бұл бізде сұра және қоңыр түстерде жасалған. Ең алдымен 3 метр осындай серый түсті асфальттың түсімен сәйкес қылып фетрімізді жайып аламыз. Сосын үстіне бірінші пойыздың рельстерін, жолдарын салатын боламыз. Фетрден бір-біріне жабыстырып, осылай 3 жолақ қалдырдым. Жуан болған себебі бала 2 аяқпен 2 ортада секіру керек. Қоңыр светтен осындай пойыздың рельстерін істедім. Содан кейін сары фетрден замоктан осындай баланың қолының моторикасын дамытуға арналған ішінде тапсырма шығатын болады. Осылай кітапша жасадым. Бұны да 30-35 қылып қиып алып, екі жағын қиып алып, осылай машинкамен тігіп, болмаса ыстық клеймен жабыстырып шықсаңыздар болады. Жуанды замок таңдаған себебім жуан шамалы көрнекі болып көрініп тұру үшін таңдадым. Енді келесі жол қара фетрдан, ақ фетрдан жасалған. Бұл бізде машинаның жолын бейнеледік. Бұлардың барлығының астына липучка жабыстыратын боламыз. Содан кейін бұл түймемен жасалған. Бұл да қол моторикасын дамытуға арналған. Баланың осылай ашып жабады, ішінен кітапша сияқты тігілген. Бұл да дәл жаңағыдай сары түсті кітапша сияқты тігілген. Бұл түймемен жүреді. Бұның да ішінен тапсырма шығады. Мынаны мен қосымша жасадым. Бұл міне курткеге тағатын осындай. Бұл да баланың қол моторикасын дамытуға арналған. Келесі жол паддон. Паддонды да 40 см матадан тіктім. Асты тегіс, үстін дүмпейтіп, жиегін осылай тігіп шықтым. Ішіне мақта немесе синтефон салсаңыздар болады. Паддонның түрін келтіріп, сарыдан 4 бұрышты, қарадан точкалар салып жібердік. Осының үстінен бала аттайды, секіреді. Содан кейін осындай домалақ бұны тастың түсіне сәйкестендіріп алдық. Ішіне мақта, болмаса қатты шүберектер салсаңыздар болады. Бұл бала паддоннан секіріп, тастың үстімен секіріп ойнайтын болады. Келесі тапсырма бізде. Бұл да баланың қолының моторикасын дамытуға арналған жаңағыдай сияқты кітапша. Бұл шнуровкамен жасалған. Осыны ашып, бала ішінен тапсырманы алады. Бұл өте қызықты заказ болды. Назарларыңызға көп рахмет. Сабақтарыңызға пайдасы тисін деп ауызба-ауыз жасалу жолын түсіндіріп жатырмын. Назарларыңызға көп рахмет.